Сәлем достар, Суперкенчектің арнасына қош келдің. Менің оқырмандарымның сұранысы бойынша сливкисіз торт бүгін жасайтын боламыз. Бұл жерде біз классикалық бисквитті қолданамыз және де крем шарлотт. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады, өз қалауларыңызша оформление жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көріп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қажет заттарды түгелдеп аламыз. 5 дана жұмыртқамызды ағын сарысынан ажыратамыз. Құрғақ болу керек, міндетті түрде ыдысымыз барлығы ешқандай сусыз болу керек. Бұл бізде классикалық бисквит болады. Жұмыртқамыздың ағын жақсылап көпіртеміз. Қараңыздар, күштілеп көпіртіп алдық. Енді қантымызды саламыз. Көп бөлшегін осында, аз ғана бөлшегін жұмыртқаның сарысына салатын боламыз. Миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Жұмыртқаның ағына сарыны қосып біріктіреміз. Араластырамыз. Лопатканың көмегімен бір бағытқа ғана араластырамыз. Біркелкі масса пайда болды. Енді ұнымызға крахмал қосамыз. Картофельный немесе кукурузный крахмал қоссаңыздар болады, айырмашылығы жоқ. 5 грамм қамыр қопсытқыш қосамыз. Енді ұнымызды ұн илегіштің көмегімен өткізіп саламыз. Лопатканың көмегімен бір бағытқа қарата жақсылап тұрып араластырамыз. Менің қатысым 22-ші диаметрде тұр, 20, 22, 24-ші диаметрде пісірсеңіздер болады. Бисквитті негізі кальциямен пісірсе әдемі шығады. Фольгамен жан-жағын бекітіп аламыз. Бисквитімізді құямыз. «180 градуста қыздырылған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Егер де сіздің пешіңіз әсел пеш сияқты асты мен үсті жақын орналасқан болса, онда сізге 150 градуста пісіруге кеңес беремін. Сол кезде ортасы шекі болмай, әдемі болып пісетін болады. Бисквитіміз әдемі болып көтерілді. Ортасы шекі болмас үшін осылай тексеріп алған дұрыс. Енді салқындатамыз. Бірден қатты суық жерге емес, бөлме температурасына салқындатқан дұрысырақ, сол кезде бисквит отырмайтын болады. Крем шарлотт жасаймыз, ол үшін сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Қантымызды саламыз. Енді плитамызға жібереміз. Ыдысымызға бір жұмыртқаның сарысын саламыз. Бір дана жұмыртқамызды саламыз. Араластырамыз. Біз ыстық сүтімізге салсақ жұмыртқа пісіп кетеді, сондықтан ақырын сүтімізді жұмыртқамызға салып пісіп кетпеу үшін араластырып отырамыз. Барлығын бірден құймаймыз, аз-аз порциядан салып отырамыз. Сол кезде жұмыртқамыз піспейді, біркелкі однородный масса пайда болады. Енді бұл массамызды қайта темір ыдысымызға құямыз. Отта қайнатамыз. Енді креміміз қоюланғанша үнемі араластырып отырамыз. Қарасаңыздар, біздің креміміз жазып қоюланып келе жатыр. Тағы да 1-2 минуттай қайнатамын, и креміміз дайын болады. Оттың астына ақырын қып қоямыз. Күйдіріп алмай, әдемі заварной крем шығару керек. Шыны ыдысымызға құямыз, себебі темір ыдыста өте баяу салқындайды, бізге тезірек салқындау үшін шыны ыдысқа құйып салқындатамыз. Міндетті түрде бетін пищевой пленкамен жабамыз.
Креміміздің беті қатып қалмау үшін енді салқындатамыз. Ыдысымызға сары майымызды саламыз. Миксерлейміз. Заварный кремімізді құямыз. Bir kere masa пайда болғанша миксерлейміз. Массамыз бірікті. Енді холодильникке 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Бисквитіміз салқындады. Енді формасынан шешеміз. Қараңыздар, қандай әдемі бисквит шыққан. Высотасын қараңыздар, и пышнысын қараңыздар. Енді осыны 3 бөлікке бөлеміз. Бізде 3 корж пайда болады. Қараңыздар, қандай әдемі бисквит шықты. Мінекей 3 бисквитіміз дайын. Қазір тортымызды құрастыруға кірісеміз. Сүтпен пропитка жасасаңыздар болады. Мен еще сүтке кофе қосқым келіп тұр. Білмеймін, кофемен пропитка жасағым келіп тұр дәл қазір. Сүттің өзімен пропитка жасасаңыздар, тоже нежный, өте күшті болып шығады. Мен кофенің дәмі шығып тұру үшін кішкене кофе қосып жатырмын. Бірінші слой коржымызды орналастырамыз. Кальциямызды кигіземіз. Пропитка жасаймыз. Кремімізді саламыз. Екінші слой коржымызды жібереміз. Дәл солай пропитка жасаймыз. Үшінші слой коржымызға сразу пропитка жасаймыз. Себебі бұны теріс қаратып қоятын боламыз, сондықтан алдын ала пропитка жасап аламыз. Кремімізді жағамыз. Үшінші слой коржымызды орналастырамыз. Холодильникке пропиткаға жібереміз. Енді бізде аздап қана крем қалды. Бұл кремге пищевой краситель қосып, кішкене әдемілеуге қолданатын боламыз. Қосымша крем болса, өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі етіп оформление жасауға болады. Тағамдық бояғышымызды қосамыз. Араластырамыз. Үстіне осы түсті кремді жағып шығамыз. Айналасына тоже жағып шығамыз. Үстін түзеулемеймін, үстін осылайша қалдырамын. В принципе, түзеулесеңіздер де болады, но мен үстіне кондурин қолданғым келіп тұр. Так что пока осылай қалады. Но ойланып тұрмын, золотистый кондурин или серебристый ма деп. Достар, мінекей тортымыз дайын болды. Өз қалауыңызша клубникалармен, желектермен, шоколадтармен әсемдесеңіз болады. Бізде бүгін осындай үйде бар заттармен оформление жасадық. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламыз. Біз бұны кофемен пропитка жасаған болатынбыз. Сондықтан, скорее всего, корждары қоңыр болады. Вау!
сонымен достар, біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Фотоотчет жіберіп Инстаграмға мені белгілеуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеороликте жүздескенше.